Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін айт мейрамына орай жент жасадым. Өте оңай әрі тез жасалынады. Каналға тіркеліп қойыңыздар. Басқа да көптеген рецепттерді көре аласыздар. Ыдысқа талқан, жұмсақ сары май саламыз. Сары майда газда ерітпейміз. Себебі газда ерітсек, жент дұрыс шықпауы мүмкін. Қасықпен араластырамыз. Үстіне қант немесе қант ұнтағын қосып араластырамыз. Изюм қосамыз, қоспасаңыз да болады. Тағы жақсылап тұрып араластырамыз. Жентті әртүрлі формада жасауға болады. Мен осылай кішкентай шариктер сияқты жасадым. Және жартысын видеода көрсетілгендей формаға салып, тоңазытқышта 1 сағат ұстадым. Жент дайын, өте оңай жасалынады. Және де айт мейрамында таптырмас десерт десем де қателеспеймін. Сіздермен бірге болған Арай ас болсын.